Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шорушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсінде түрі қарайып кеткен адамды көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер бойдақ қыз түсінде таныс адам жүзі қарайып кеткенін көрсе, жұмысында абай болу керек екендігін білдіреді. Себебі оны танитын адамдардың бірі алдайтындығын білдіреді. Бойдақ қыз өзінің туысының жүзін қарайып кеткенін көрсе, ол адаммен сөйлесіп арадағы мәселені шешу керек екендігін білдіреді. Сізді ренжітсе де ол адамды кешіру керек. Тұрмыстағы әйел түсінде күйеуінің жүзін қарайып кеткенін көрсе, күйеуінің қатты шаршағандығын білдіреді. Күйеуіңізге сіздің қолдауыңыз қажет, сол үшін де оған қолдау білдіріңіз. Тұрмыстағы әйел түсінде өзінің жүзін қарайып кеткендігін көрсе, өмірінде қиыншылықтарға тап болатындығын білдіреді. Бірақ сіз сабырлы болуыңыз керек, Алла тағала өз жеңілдігін береді. Ер адам түсінде таныстарының бірінің жүзі қарайып кеткендігін көрсе, ол адамның қиыншылыққа тап болғандығын білдіреді және сіздің көмегіңізге мұқтаж екенін белгісі. Ол адамға шамаңыз келгенше көмегіңізді беріңіз. Егер ер адам түсінде аппақ киімде тұрып жүзін қарайып кеткендігін көрсе, әйелінің жүкті екендігін білдіреді. Әйеліңіз қыз табатындығын білдіреді. Ол қыздың сіздің үмітіңізді ақтап жақсы қыз бала болатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде жүзі қара бала босанғанын көрсе, ол көтеріп жүрген баланың салихалы, жақсы ұрпақ болатындығын білдіреді. Ал егер адам түсінде ата-анасының бірінің жүзі қарайып кеткендігін көрсе, ата-анасына көңіл бөлмей жүргендігін білдіреді. Сол себепті ата-анаңызға барып, біраз қызмет жасап, көмек беріп келіңіз. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сондай-ақ келесі видеоны өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.